Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге бұл таныстырылымда қазақ тілі пәні бойынша 9 сыныпта ұсынылатын оқу бағдарламасының ерекшелігіне тоқталып өтетін боламын. Жалпы оқу бағдарламасы мемлекеттік стандартқа сай 2012 жылы 23 тамыздағы 1080 қаулымен бекітілген болатын. Сонымен қатар бұл пәннің мақсаты ана тілін қадірлейтін, қоғамдағы мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, қазақ әдеби тіл нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету. 9 сыныпта аптасына 2 сағат, оқу жылына 68 сағат жүктеме ұсынылады. Енді 9 сынып бойынша ұсынылатын лексикалық тақырыптарға келетін болсақ, олар 9 тақырыптан тұрады. Мәңгілік ел мұратым, жаһандану мәселелері, тәуелсіздік жылдарында Қазақстан, Экспо 2017, адам құқығы мен бостандығы, отбасы және демографиялық өзгеріс, биотехнология және гендік инженерия келешегі, бұқаралық ақпарат құралдары, әлемдегі қақтығыстар мен бейбітшілік, табиғи ресурстардың тиімді пайдалану. Бұл тақырып арқылы біздер оқушыларға әртүрлі жанрдағы стильдегі мәтіндерді ұсынамыз, тыңдалым ретінде немесе оқылым ретінде. Сонымен қатар өзге пән мұғалімдерімен қарым-қатынас орнатып бірге сабақ жүргізуге болады. Сонымен қатар осы тақырып аясында оқушылардың лексикалық сөздік қорын байытып, олардың академиялық тілін қалыптастыру көзделеді. Енді оқу мақсаттарына қысқа тоқталатын болсақ, тыңдалым айтылым бойынша оқушыларға мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжам мен жауап беру. Мысалы, сіз тыңдалым мәтінін тыңдатпас бұрын оқушыларға сұрақтар ұсынасыз. Оқушылар сұрақтарды оқи отырып, шамамен жауабы қандай болуы мүмкін деген болжам жасаулары керек. Мысалы, егер бұл кейіпкер нешінші жылы дүниеге келген деген сұрақ болатын болса, онда оқушы тыңдалымнан сан есімдерді іздейтіні, тыңдайтыны белгілі, немесе бұл тұлға кейіпкердің мінездемесі қандай десе, сын есімдерге ғана назар аударып, өстіп оқушылар сұрақтарға болжаммен жауап бере отырып, мәтіннен қажетті ақпаратты ала білуге үйренеді. Сонымен қатар мақсатты аудиториямен сай әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау, көркемдегіш құралдардың рөлін анықтау, тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу, негізгі ойды анықтау, сыни баға беру секілді оқушылардан дағдылар күтіледі. Ал енді оқылымды қарастыратын болсақ, бұл жерде тұтас емес мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу ұсынылады. Тұтас емес деп тұрғанымыз бұл кесте, диаграмма, сызба, суреттер. Оқушылар мысалы белгілі бір тақырыпқа байланысты екі диаграмманы салыстыру мүмкін, немесе кесте мен диаграмманы салыстыру мүмкін. Айтайық, демографиялық өзгеріс, оның кестедегі ақпараты, диаграмма түріндегі ақпаратын ала отырып, екеуін салыстырып талдайды. Тіпті кей жағдайда оларға өздігінен өңдеп ақпарат қосуына да мүмкіндік беріледі. Сонымен қатар олар осы кезге дейін барлық стиль мен жанр түрімен таныс болғаннан кейін оларға әртүрлі стильдегі мәтіндерді еркін талдап, олардың тілдік құралдарына назар аудару ұсынылады. Сонымен қатар мақала, аннотация, презентация, тезис құрылыммен танысып, оның жанрлық ерекшелігін түсіну, әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын салыстыра талдау, ұсынылған мәтін бойынша талқылау сұрақтарын ұсыну, құрастыру, сонымен қатар белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын қолдана білу, және де әртүрлі ресурс көздерінен ақпараттарды ала отырып, оларға сілтеме жасау дағдылары ұсынылады. Яғни оқылым оқушылардан жан-жақты мәтінмен жұмыс жүргізе білу дағдыларын қамтуды көздейді. Енді жазылымға келетін болсақ, жазылым мен оқылым тыңдалым арасында үнемі байланыс бар. Яғни оқылымда оқушылар әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдап, жаңағы түсінсе тілдік ерекшеліктерін, жазылымда олар енді әртүрлі аудиторияға сәйкес әртүрлі жанрдағы мәтіндерді құрастыру, графиктік мәтіндерді салыстырып талдау, эссе жазу және тыңдалған оқылған материал бойынша ақпараттарды ықшамдай отырып, перефраз жасай отырып жинақы мәтін құрастыру, және
өздері жазған мәтіндерді түзету, өңдеу, редакциялау дағдыларын қамтиды. Осы арқылы оқушыларға әртүрлі стиль мен жанрдағы мәтіндер құрастыра білу, оның әртүрлі кезеңдерін толық қамту, жүргізу пән мұғалімдеріне ұсынылады. Енді сонымен қатар әдеби тіл нормалары да ұсынылады. Әсіресе олар оқушылардың осыған дейін меңгерген білімін қолдана отырып тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу, құрмалас сөйлемдерді дұрыс қолдана білу, аралас құрмалас сөйлемдерді дұрыс жаза білу және пунктуациялық нормаларды сақтау секілді әдеби тіл нормаларын жүзеге асыру көзделеді. Енді ұзақ мерзімді жоспардың үлгісіне келетін болсақ, 1-тоқсанда 1 тақырыбы мәңгілік ел мұратым. Бұл тақырып аясында стилистиканы қозғау, стилистика туралы ұғымдарды түсіндіру көзделеді және тыңдалым, оқылым, жазылым, әдеби тіл нормалары бойынша бірнеше мақсаттар ұсынылады. Жалпы бұл ұзақ мерзімді жоспар арқылы біз не нәрсені жүзеге асырамыз? Біріншіден, ұзақ мерзім жоспарға сүйеніп күнделікті тақырыпты жоспар құрастырылады. Яғни лексикалық тақырыптарды мұғалім ұсынылған оқулық бойынша журналға толтырып ұсына алады, ал мазмұны бойынша оқу мақсаттарын толықтай жүзеге асыру көзделеді. Сонымен қатар осы ұсынылған оқу мақсаттары бойынша қалыптастыру және жиынтық бағалау жүзеге асырылады. Сонымен қатар осы оқу мақсаттарының негізінде сабақ жоспары құрастырылады және осы оқу мақсаттары негізінде мұғалім оқушының белгілі бір жетістіктерін бағалап, қадағалай отырып, кейбір қосымша оқу мақсаттарын таңдап өздігінен пайдаланады. Яғни айталық, бұл тақырып бойынша оқушылардан айталық күрделі жоспар құру, әртүрлі жанрдағы мәтіндерді құрастыру ұсынылса, ал келесі тақырыпта бұл жоқ болған болса, мұғалім бұл оқу мақсатын тағы да жалғастырып, қосымша мақсат ретінде алып, ары қарай жүзеге асыра алады. Яғни ұзақ мерзімді жоспардағы оқу мақсаттарының ретін мұғалім ауыстыра алады, өзінің материалына сәйкес оқылымнан немесе әдеби тіл нормаларынан бастап жүзеге асырылады. Ең бастысы мұғалімге тарау аяқталған кезде оқу мақсаттарын толықтай қамту ұсынылады. Ал қай мақсатты бірінші алатыны ол мұғалімге берілген шығармашылық еркіндік. Енді осы тақырып аясында сабақ үлгісін қарастырып көрелік. Мысалы, сабақтың тақырыбы мәңгілік ел мұратым. Ұсынылған оқу мақсаты мәтін құрылыммен ресімделуі арқылы мақаланың жанрлық ерекшеліктерін ажырату. Бағалау критерийі мақаланың құрылыммен рәсімделуін біледі, мақаланың негізгі ойын анықтап қажетті ақпараттарды табады, берілген мақаланың стильдік жанрлық ерекшеліктерін ажыратады. Енді мәтін алды тапсырма. Оқушыларға мысалы мәтін алды тапсырма ретінде сұрақ ұсынуға болады. Мақала деп нені айтамыз? Мақаланы жазудың қадамдары қандай? Мақала қайда жарияланады? Алдын ала оқушы өзі ойын жеткізу үшін тірек сөздер беруге болады. Тақырып, зерттеу өзектілігі, дұрыс бастау, құрылым, тағы да басқа тірек сөздер. Содан кейін оқушы өздігінен жаңағы мақаланы жазу қадамдарын бөліскеннен кейін мұғалім өз ойын ұсынады. Яғни ең алдымен мақаланың тақырыбын дұрыс таңдау, одан кейін мақалаға тақырып қоя білу, мақаланың негізгі факторлерін анықтап оған жоспар құру және мақаланың абзацтарын жүйелі ұйымдастыра білу секілді өз кеңесін, талап тілектерін ұсынады. Осыдан кейін мұғалімге тақырып аясында мәңгілік ел идеясы бірлікке бастар жол атты мақала ұсынылады. Мәтінмен жұмыс кезеңінде оқушылар мақаламен танысып, ең алдымен негізгі ойды анықтайды, негізгі ойды бітіретін сөйлемдерді анықтайды. Сонымен қатар мақалада берілген негізгі ақпараттардың астын сызып белгілейді. Сонымен қатар топта немесе жұпта мәтін стилі мен жанрын талдайды. Әрине бұл жұмысты мұғалім кезең-кезеңмен жүргізеді, бірнеше тапсырмаға бөліп те жүргізе алады және бұл тапсырманы жүргізу барысында үнемі сыныппен талқылап, талдап,
олардың жауаптарының дұрыстығына көз жеткізіп кері байланыс беріп отырған дұрыс. Осыдан кейін мәтін соңы тапсырма кезеңінде жалпы мақала туралы оқушылардың білімін тексеру үшін шын жалған атты тест тапсырмасын ұсынуға болады. Оқушылар осы тапсырманы орындау арқылы мақала туралы, оның жанрлық стильдік ерекшелігі туралы өз білімін көрсете алады. Бұл тапсырманы жеке беріп, кейін топпен, сыныппен талдаса да болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бұл таныстырылым сіздер үшін пайдалы болды деп